Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біраз болды көріспегелі, видео салмағалы, біраз күн өтіп кетіпті. Э, Ауа райы бірде ашылып, бірде бұзылып, біраз үй ішімізбен ауырып қалдық. Тұмауратып, жөтел қысып, басымыз ауырып, бала шағамыз бәріміз бірақ ауырдық. Әйтеуір үйдің тірлігі деп осы үй жинаумен, үйді уборкалаумен уақытымыз, күніміз өтіп жатыр. Өздеріңіз қалайсыздар, ауырып жүрген жоқсыздар ма? Қой деп үй жинайын деп, үй жинамағалы да біраз болыпты. Кішкене осылай кішігірім уборка жасап қойдым. Қызымның да тісі жарып, бірінен кейін бірі бүкіл тістері жарып жатыр екен. Мазасы болмай, түнде де ұйқысы кішкене мазасызданып сөйтіп жүр. Ауырмаңыздар, тез жазылып кетіңіздер, ауырып қалсаңыздар. Қазіргі тұмау қатты тиіп жатыр, елдің бәрі басымыз ауырып жатыр, жөтеліп жатырмыз деп. Мен сол жаңа дәрілерді ішіп алып, осылай кішкене қимылдасам терлеп, әлсіреп қаламын. Бірақ үйдің тірлігі күтпейді, бәрі жақ абырысып, үстіп шашылып кетеді. Бала шағалы болғаннан кейін бала шаға бәрін шашып тастайды. Оны қоя берші, өзімізде қазір сосын жинай саламын деп тұра тұрсын деп ана жерге бір киім қоямыз, мына жерге басқа бір зат қоя саламыз. Әйтеуір не керек, бәрі жағы абырсып, сөйтіп кетеді, шашылып. Тіпті ауруға да уақыт жоқ қой деп қоямын кейде. Ол екеуі пол сүртіп қойып едім, сол су полға сырғанап ойнап жүр. Мен айқайлатып, әрі барсам әрі барады, бері келсем бері келеді. Паласты қысып ойып, мына бір дорожкада жиналмаған астын пылесостап сүртіп алдым. Далаға кішкене күннің көзіне жайып қойдым. Мына жерде ұлымды мектепке шығарып салып, обедімізді ішіп, қызымды ұйықтатып, жаңа далаға шығарған паластарды, дорожкаларды кіргізіп, төсеп, пол сүрткен киім тряпканы осылай белизна құйып, порошок құйып салып қойдым. Жаңа кірі езіліп, таза болып тұрсын деп. Одан кейін душевойдың кафелін белизна құйып, суға осылай сүртіп шықты. Бұрыш-бұрыштарын, жаңа паровойдың араларын сүртіп, бір тазартып, белизна сасытып қойдым үйдің ішін. Негізінде осы істеп жатқанда, істеп жүріп, өзімді әрең сүйреп жүрмін. Бір жағынан терлеп, бір жағынан басымда ауырып, жөтел қысып. Тұмау тисе, қатты тиеді, бір қатты ауырып, бір жатып қаламыз. Қызым оянып кетті, сонымен қалған комнаталардың барлық шамдарын, терезелерін, столдардың беттерін сүртті. Далаға шығып, киімдерді жайып келдім. Стиральный тоқтағанына да біраз болыпты. Осы стиральный болмаса не істер екенмін деп қоям. Осылай киімдердің бәрін жайып жатсам, уже ауа райы бұлттанып, жел болып тұр екен. Осылай тез жайып, үйге кіріп кеттік.
Одан кейін негізінде мынау холодильник жуып жатырмын мына жерде. Бұл келесі күні. Осылай холодильникте тазаламағалы біраз болып кеткен. Ішіндегі заттарын барлығын шығарып, бір тазартып, артық заттарын бәрін шығарып тастап, осылай бір тазартып жуып алды. Негізінде жаңағы жаңбыр жиі жауып, есік алдында да шөптері өсіп кеткен болатын. Сол кішкене шөптерді жұлып, нетіп едім, денем жаурап қалыпты, қолымнан жаңа суық өтіп кеткен ба, солай ауырып бастадым мен өзім. Сол күннің ыстығында кішкене жері су ғой деп жұлған едім. Олай жасауға болмайды екен. Шөп қалды есік алдында. Алақ-жұлақ болып бір жері жұлынған, бір жері жұлынбаған, тазаланбаған. Осылай тек қана үйдің ішінде жүрмін. Тағы да күн жылынса, жазғаннан кейін тағы да жұлармыз. Сонда есік алдынан шөбін жұлу деген бір адам істегені өнбейді екен, көп уақыт алады. Оның үстіне майда балдар болғаннан кейін бұлардың тамақтары бар, обедтері бар. Арасында ұйықтатасың. Далада бұларда көп жүре алмайды. Шаршайды, ыстықтайды, жаурайды, немесе сөйтіп үйге қайтып кіріп кетеміз, сонымен қалады бәрі. Мына жерде ұлыма артық заттарды беріп жібердім. Жаңағы складқа апарып таста деп, құр төбеде тұр. Керек заттарды осы қайтадан сүртіп, шамдарын орнына қойып қойды. Мына жерде жаңа холодильниктің қалтасын тазалап, керек емес заттардың бәрін босатып, бір сүртіп, жуып, қайтадан заттарды орнына салып, керектерді ішіне салып қойды. Менің даусыма мән бермеңіздер, даусым жаңағы тамағым қырылдап, мұрным бітеліп тұр. Жазылғанда бірақ видео салам ба деп едім, оған жүда ұзақ болып кетті. Не жазылмадым, не қоймадым. Видео сала берейін дедім. Кішкене өзімді бар екенімді, үйде не істеп жүргенімді көрсетіп, бар екенімді білдірейін деп. Өздеріңіз не істеп жатсыздар? Егін егіп жатсыздар ма? Мен сияқты есік алдының шөптерін жұлып, даланы уборка жасап жүрсіздер ма? Үйлеріңізді ақтап, сырлап, жаңа қыстан кейін үйлеріңізді тазартып жатсыздар ма? Кешке осылай жаңа киімдерді жинап алдым. Телефонда екінші ұлыма Марленге беріп қысатып қойдым, осылай түсіріп тұрасың деп. Одан кейін көп ұзамай сиырлар да келді. Бұларды айдап, үшіншісін таппай жүрсем, ол деген артта қалып кетіпті. Жүгіріп келді. Сиырларды айдап кіргізіп, сауып алдым.